Достар, бүгін біз абрикосовый фисташковый пирог дайындайтын боламыз. Қазір нағыз абрикостың піскен уақытында жасап көріңіздер, дәмі енді керемет болып шығады. Алдымен бізге қамырына ұн, сары май, жұмыртқа, қант және қопсытқыш қажет. Қамырды мен миксермен жасаймын. Негізі қолмен де жасауға болады. Ол үшін барлық ингредиенттерді кезектестіріп миксерге салып аламыз. Мінекей осындай насадкасын пайдаланамын миксердің, және біртіндеп жылдамдығын асырып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Мінекей осындай болу қажет. Қолмен илесеңіздер, қолмен қатты баспайсыз, яғни песочный қамыр жасап, осылай үгітіп, мінекей осындай түрі осылай болу қажет. Дайын болған қамырды бірден формамызға салып, формасын келтіріп аламыз. Мен осындай төртбұрышты форманы пайдаландым. Оның жан-жағын фольгамен жауып аламыз. Форманың размері 19-28. Енді салмамыздың барлығын салып, қолмен басып шығамыз. Жан-жағына жайып болғаннан кейін бортик жасаймыз жан-жағына. Бортиктің шеттерін кішкене басып жіберген дұрыс. Сонда қамырымыз біркелкі болады. Мінекей асты қозғалмайтын етіп противенге қойып алдым. Келесі салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге мінекей осындай заттар қажет болады. Алдымен творогке қантты салып, қаймақты саламыз. Және жұмыртқа и фисташковая паста. Жалпы фисташка міндетті емес, болса салуға болады, болмаса міндетті емес. Барлығын блендермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды қамырдың үстіне апарып құямыз. Жан-жағына жайып, тегістеп аламыз. Яғни барлық жағына бірдей тегістей жайылу қажет. Мінекей осылай тегістеп алды. Енді тегістеп болғаннан кейін жаңағы абрикостарды пирогымыздың үстіне салып шығамыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште конвекция режимінде 160 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті, бұл ыссы күйінде, ал суығаннан кейін пирог кішкене отырады. Мінекей суығандағы түрі осындай. Шаймен күшті жүретін пирог бұл. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Видео ұнаса маған комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.